псж айырды. Айырып тастады. Бұл прессингке Интер мүлдем дайын болмады. Үндемей отырдым ана 3-ші голдан кейін. Көп дүниені біз Интерден күтіп қойған секілдіміз. Осы маусымдағы ең сәтсіз ойыны деп ойлаймын Интердің. Мбаппе мен Месси алып бермеген Элшіні дуэмен Квара секілді жігіттер алып беріп жатыр дейді да. Басты мақтаулардың бірін мен Пачоға айтып Иә. Пачо монстр. Осы ойыннан кейін енді алтын допты алуға 100% демей ақ қояйық. Бірақ енді көп Бір қадам жақын. бір қадам жақындады Иә. қазір. Армысыздар достар, көптен күткен Чемпиондар Лигасының финалы өз мәресіне жетті. ПСЖ чемпион, және бұл кездесудегі ойын қалай өтті, Интерге не жетпеді, барлығын дәл осы студияда талқылайтын боламыз. Әдеттегідей біздің резиденттер Нұркен Мырзағалиев, Дидар Қадыров, қош келдіңіздер. Қош келдік. Бәрі білетін шығар, қадады енді бізді енді 0 деп. Бірде-бір болжамымыз шыққан жоқ деп. Мен барда соны жүргіздім ғой осы матчты. Үндемей отырдым ана 3-ші голдан кейін. Негізі мына ойыннан қарағанда кешегі Қайсар мен Жетісу ойыны қызық болған сияқты. Ақтөбе мен Қайрат туралы айтпай қояйық. Негізі енді шын айтуымыз керек, Чемпиондар Лигасы болғаннан кейін көп дүниені біз Интерден күтіп қойған секілдіміз, иә. Интер енді полуфиналда Барсан андай қарқынмен жеңгеннен кейін, мынадай финалда, мынадай сорақы ойында Интер тарихында бірінші көрсетті. Тарихында деп айта алмаймын енді, бірақ осы маусымдағы ең сәтсіз ойыны деп ойлаймын Интердің. Өздері де ойламаған болар, себебі тактика жағына қоя тұрайық. Бұл жерде енді Энрике шахимат қылды ғой Инзагиді тактика жағына. Мүлдем бірде-бір шанс қалдырмады, шахимат қалдырды. 2-0 болған кезде уже белгілі болып тұрды, ары қарай Интерде ойын жүрмейтін. Бірінші таймнан кейін негізі мен күттім. Интер бәлкім екінші таймнан кейін оралатын шығар Барса секілді. Бірақ енді Интер Барса емес қой. Тек қана матчтың статусына байланысты. Ал ойынға қарасақ, предпосылкалар болған жоқ. Мойында көрек, сыжалып қойды. Толыққанды. Бұл жерде енді былай айту керек, Интер ойыншыларының күні емес. Әрқайсының персонал алатын болсақ, ешқайсының ойын жүрмеді. Демарко болсын, Dumfries болсын. Зоммер. Ешқайсының ойын жүрмеді. Зоммердің да ойын жүрмеді. Тюрамның да, Мартинес вообще ең худший игрок деймін ғой Интердің. Білмеймін, не істеп жүрген алаңда подборға таласатын адам, шабуылды екінші қарқынмен күшейтетін адам допқа мүлде жете алмады. Бірақ бұған да себеп бар. Бірақ енді бұл 5-0 деген есеп Чемпиондар Лигасының тарихында алғаш рет болып тұр. Бұған дейін одан ертеректе болған екен, 5-2 есебімен Реал Бетис жеңген кезде. Ол қашан болды? Ол давно дейді ғой енді. 1945 1960 жылдар ма сол кезде болған екен. Мен одан кейін міне ПСЖ осы финалды енді ерекше етіп 5-0-мен әдемілеп нүктесін қойып Чемпиондар Лигасының кубогын көкке көтеріп, енді бүгін енді Францияда той мысалға. Марсельден кейін енді ПСЖ ғой, иә? Жалпы Франциядан алып тұрған команда. Мен сізге бір қызық айтып өтейін. Қазір көрермендер экран алдына шыққан кезде назар аударыңыздар. Голдар, доптар соғылып тұр ғой, міне 5 доп. Доп соққан кезде көк сызықты қараңыздар. Әрдайым көтеріледі. Бұл не дегеніміз? Бұл ПСЖ гол соғатын кезде ПСЖ прессинг арқылы қарқындылығын көтеріп гол соқты. Яғни, оның алдыңғы бағдарламада айтып өткеніміздей, ПСЖ Лига чемпионовта, Чемпиондар Лигасында 4-ші орында тұрды прессинг қарқындылығы бойынша, жекпе-жектер саны бойынша 1-ші орында тұрды. Осы ойында осы статистика айқын көрінді. Және де бұл прессингке Интер мүлдем дайын болмады. ПСЖ-ның ойыншылары шапшаң екенін білесің, бірақ тактикалық қозғалыстардың арқасында ПСЖ-ның ортадағы ойыншылардың ПСЖ прессинг жағынан қатты басым болды да, сол ПСЖ прессингтің көрген жемісі сол голдар болды. Қараңыздар, мына жерде бірінші таймда прессинг жоғары, прессинг төмендейді, ПСЖ гол салмайды. Прессинг жоғарылатқан кезде қайтадан прессинг сызығы көтеріліп тұр. Көріп отырыңыздай. Енді мен оның алдыңғы ойында айтқанмын, маған бір ең қызығы ПСЖ-ның ортасындағы 3 жігіті Руис, Витинья, Невиш Интердің үштігіне қалай төтеп береді. Бұл жерде де тотальное уничтожение болды, тотальное уничтожение. Интердің ойыншыларына бір
свежесть дейді ғой, свежий жетіспеген сияқты болды, жылдамдық жетіспеген сияқты болды. Негізі Интер сол Барсаға қарсы ойында бүкіл күштерін салып, ешқандай бір энергиясы шыққан секілді ғой, негізі былайша айтқанда. Ол тек қана Барсаға қарсы емес, бір ай бойы солай жүрген сияқты. Чемпионатта Миланға да ма? қарсы да, Лациоға қарсы, басқа бір керемет жақсы командаларға қарсы. Ал мынау алаңдағы орналасуы Интерде бәрінде әдеттегідей бұнда Дюмфристі ойыннан шығарып тастады деп айтуға болады ПСЖ. Мысалға мынау бірінші таймда енді Дюмфрис өзінің қорғаушысына жақында ойнады, төменде ойнады. Бірақ екінші таймда тіпті ары қарай оң қапталдағы шабуылшы болып кетті ғой, бірақ дым көмектеспеді, себебі Дюмфристі жауып тастады. Дюмфриске доп жеткізу жолдарын жауып тастады. Сол себепті көбінесе мына қорғаушылар, я болмаса қақпашы Дюмфриске диагональ жасау арқылы Дюмфриске шығарғысы келді. Бірақ бұл жерде бірінші кезекте ол Мендеш, екінші кезекте Пачо. Көбінесе ойыннан кейін гол соққан жігіттер айтады, Кварацхелия дейді, Дуэ дейді, барлығы сол мақтап жатыр, Руизді мақтап жатыр, Дембелені мақтап жатыр. Бірақ осы ойында мен басты мақтаулардың бірін мен Пачоға айтқым келіп тұр. Пачо монстр. Дым қазір ары қарай графикада көрсетемін. Ол түсінікті, екінші гол соғылған кезде Барелла мен қақтығыста допты алып тастады ғой. От содан соң екінші шабуыл басталды ғой, екінші гол соғылды. Сол шабуыл бастап берді. Ана ПСЖ-ның схемасында назар аударыңыздар, мына ортадағы жігіттердің бір-біріне жақын орналасуы, Дидар, сен дұрыс айттың. Бұл енді біз айтқанбыз ғой, оның алдында Интер қалай ойнайды. Әуемен допты шығарады, Тюрамға көбінесе. Тюрам допқа таласады, сосын ары қарай Мартинесқа лақтырады, я болмаса яғында Барелла бар, Барелла лақтырады. Яғни Интер үшін подбор дейді ғой, доп тосып алу маңызды. Бірақ ПСЖ соны біле тұра, орталықтың барлығын ойыншылармен толтырып, Невиш болсын, Витинья болсын, сол подбордың бәрін күтіп алуға тырысты. Арасында Пачо да сол подборларды, Интер недодачу берген кезде, Пачо жаңағы екі қадам Тюрамнан алда болып, әрдайым деп айтуға болады. Және де жаңа ортадағы ойнайтын үшіктердің текетіресі мен бірінші минутта байқадым. Руиздің керемет шешімі, Невишті қасына көре тұра, Руизді ешкім жауып тұрған жоқ мына жерде. Ол түсініп тұр, мен қазір ортаға қыссам, Мхитарянның назарын өзіме аударам дейді. Ортаға қысады, Мхитарян онымен бірге қозғалады ортаға қарай. Мына жерде кеңістік қалып қояды, бос кеңістік. Невиш қалып қояды. Және де мына қарап тұрыңыз, қорғаушылардың бірде-бір жоқ. Негізі бір қорғаушы, орталық қорғаушылардың біреуі. Мына кімге Невишке жақындау керек. Бірақ олар аяқта бір адам тосып тұрды, Дембелені. Неғып үш адам бір Дембелені неғып тосып тұрғанын түсінбеймін. Себебі ол, мен ойлаймын, тактикалық тұрғыда Инзагидің недоработкасы дейді ғой, түсіндірмеген деп ойлаймын. Сол мына жерде Невишке реакция бірінші кім жасайды? Димарк жасайды. Ол тіпті өз қапталындағы ойыншыны жабу керек. Ona ортадағы жалғыз қалып қалған Невишті көріп, мына эпизодтың алдында ол көрсетеді қорғаушылардан жабыңдар деп. Қорғаушылардың біреуінде біреу реакция бермейді. Мына жақта Хакан да бар. Одан кейін Бастони қосылуы мүмкін. Жоқ, Хакан уже кетіп қалды. Хакан да мына жерде Витинья жауып тұр, өзіне тартып алып тұр. Барелла кімді Мендешті жауайын деп тұр. Егер де Мендешқа пас берілсін болса. Кім Тюрам Пачомен ойнап жатыр, ал Мартинес мен қақпашы қайтарғанын күтіп тұр допты. Бұл жерде тактикалық тұрғыда бәрін бір-бірін жауып тұр. Мына жерде мысалға мынау Павар мынаны көріп тұр. Бірақ ол Павар өзінің позициясынан мына қарай ығысса, тактикалық түрде дұрыс болмайды. Ол артқа қайтып, мына жерде Бастони қарай, кімге қарай жақындау керек еді. Мына Димарк соны көре тұра, өзі қорғаушыларына жеткізе алмай, сол информацияны өзі ығысады. Келесі эпизод. Бұл жерде ештеңе болмайды, бірақ ешқандай қауіпті сәт болмайды, бірақ бұл показательный момент дейді ғой. Интердің орталықты жеңіліп қалды деген показательный моменті, көрсеткіші, айқын көрсеткіші. Келесі эпизодты қараңыздар. Пачо мына жерге пас асырады. Пачо пас асырғаннан кейін қараңыздар, Интердің үштігі қалай. Ачерби уже Витиньяға доп жеткеннен кейін барып қосылып жатыр да. Бұл өте кеш. Кешкім олады бәрібір. Ана жерде Павар паникада Ачербидің жүгіріп қалған кетіп, мына жерде Дембеленің кім жауап деп Павар жүгіріп барады мына жерде. Мына жерде Бастони футбол қарап тұр. Оның футбол қарауы да түсінікті, себебі оның артында Дуэ тұр. Дуэні тастап кете алмайды мысалға, иә.
негізінен мына Павар мына жерде Витиньяға жақын тұру керек. Бастони. Бастони Невишке жақын тұру керек. Демарко мына жерде тұру керек негізінде. Өзінің ойыншысымен ойнау. Иә. Мына жерде Мхитарян қателігін түсініп, алға қарай жылжиды. Ачерби күтіп алуға тырысады. Бірақ жалпы мынау көріп отырғаныңыздай схемадан бірінші ақ минутта Интерде хаос басталды оборонасында. Кім кімді жауарын білмей, хаос басталды. Слайдтың басты маңыздылығы емес, басты маңыздылығы ортада жеңіліп қалды. Иә, бұл классикалық сондай нәрсе ғой. Классикалық қорғаныс. Сен сызық бойып тұрып қаласың да, болды. Позицияда ойыншылар. Пари Сен-Жермен, Барселонаға қарсы, Арсеналға қарсы сен солай ойнай алмайсың. Мына жерде маған ұнаған басты ойыншылардың бірін көрсете өтірем. Өткім келіп тұр. Пачо. Бұл жерде қателеспесем Мхитарян пас алмастырады. Мхитарян мен Тюрамның арасында түсініспекшілік болады. Мына жерде Тюрамның өзі көрсетіп тұр. Маған мына жаққа қарай бершейші, сен қай жаққа беріп жатсың деп. Ортаға береді. Осы жерден Пачоның ойын басынан 3-ші ма 4-ші ма перехват. Пачо білмеймін, бір 40 жастағы профессор, защитник сияқты бәрін оқып тұрды ғой. Үлкен сигарасы бар қолында. Қасында Тюрам мантиямен универ жаңа бітірген ойыншы сияқты болып жүрді ғой. Осы жігіттің арқасында Интердің қаншама шабуыл өшіп қалды. Оның алдында көрген шабуылдар, Бавариямен көрген жаңағы схемалар, Тюрам арқылы шығу деген сияқты дүниелердің барлығы болмай қалды. Себебі неге? Себебі Пачо профессор болып шықты осы ойында. Оның алдында біз айтқан Пачо мен Мендестің ПСЖ-ның осал тұсы болуы мүмкін деген сияқты айттық қой, пікір болды бізде. Әсіресе Мендестің флангі сондай болуы мүмкін деп, бірақ керісінше бұл ойында жігіттер жақсы дайындалды. Маркиньюс тіпті Пачоның осындай керемет ойынның арқасында Маркиньюсте дым жұмыс болмады ғой. Маркиньюстің басты мақсаты Пачоның зонасын страховка жасау болды. Егер доп өтіп кетіп жатса, осы позицияда тұрған кезде Пачо, значит страховать ету болды. Мендестікі де сол болды. Бірақ Пачо профессор. Сонымен қатар ПСЖ-да кішкене схемасын өзгертті ғой. Дуэ мен Дембеле бірге ортада, содан соң Дембеле ортада тұрғанда, ол кішкене төмен барып, допты күтіп алып жүрді. Ал Дуэ оң қапталда, сол қапталда жүріп жүрді. Хвиче Кварацхеле, Мендешке подстраховка жасап жүрді. Матч бойы. Әсіресе екінші таймда. Детально айтып отқан дұрыс. Орталықты қараңыздар. Бұл жерде сан басымдылығы. Көп жиде келген ойыншылардың сан басымдылығы. Бұл ПСЖ-ның осы ойынға қойған басты мақсаттарының бірі сияқты. Ортадан жеңіліп қалмау үшін ортада көбірек ойыншы болсын. Бұл жаққа міне Ашраф Хакими қай жақта жүр? Ортада жүр. Себебі подборды жеңу маңызды. Мына жердегі жігіттер Маркиньюстың өзі қай жерде жүр? Ортада жүр. Подборды жеңу маңызды деген сияқты мақсат қойған сияқты Луис Энрике. Соны жігіттер орындап тұр, ПСЖ-ның жігіттері. Пачо топ тартып алады. Кімді Тюрам көрсетіп тұр, неге мына жаққа бермейсің деп. Ойынның 12-ші минутында уже бір-бірімен саудаласып істеп жатыр да кімнің Интердің ойыншылары. Мына жерде қараңыздар. Пачо топ тартып алғаннан кейін кімге береді? Невиш па, қайсысы мынау? Витинья ма? Витинья. Мына жерде Паварды қараңыз. Павар мына жерде Дюмфриске айқайлап жатыр. Дюмфрис сен артында ойыншы қалып қойды ғой деп. Ал Дюмфрис мынаны жапқысы келіп отыр ол. Паника, хаос Интердің ойыншыларында 10-ші минутта, 12-ші минутта да кімді қалай жабу керек, қалай ұстау керек. Жаңып кетті ойын бір. Ақыр соңында ары қарай қалай болады? Ары қарай пас кімге Кварацхелеға асады. Осы жерден бастап Дюмфристің деген позициясы мынау болу керек қой. Сен мына жаққа жауап бермей-ақ қой, керек емес. Бұл сенің зона ответственность емес. Және осы эпизодтан ары қарай не пайда болады? Шабуыл. Мынау гол соғатын шабуыл. Алғашқы гол. Тағы да қайталап өтемін. Хвиче Кварацхеле дриблинг бойынша ең мықтылардың ойыншы, оны жаңа қорғаушылар по умолчанию жабуға тырысады. Бірден оларда Интердің қорғаушыларында Хвиче допты алған кезде сразу напряжение болады да сразу. Ол ойлайды, бірге бір қалдыруға болмайды Хвичаны. Демек қасына тағы да 2-3 ойыншы қосу керек. Сол себепті қараңыздар мына жерде. Мына бір кеңістікте Интердің 5 ойыншысы қалып қойды. Мына 5 отыгранный дейді ғой. Уже ойынға қатысып жатқан жоқ уже. Ал мына жердегі Дуэ соны біле тұра, мына жерге ашылады. Күшті ашылды. А мына жақта қараңыздар, ең қызықты бәрі мына жақта. Хакими жүр міне. Хакими ортаға түсіп, Демарканың назарын аударып тұр.
Демарканың артында егер де мына жаққа доп Усман жетпесе Дембеле тұр мына жерде. 2-ке 1 ситуация көрсетемін. Енді бұндай жаттығулар үй жағдайында жалпы матч алдында жасап үлгерген ғой әбден. Жоқ, маған қызық болды да, бұл ана Витиньяның пасы емес, Фабиан Руистің пасы. Оған қараған жоқ негізі. Екі ойыншы, екі қорғаушы оған шығады, одан кейін ол бос ойыншыға беріп тастайды. Мына жақтан Дезири Дуэ ортадан қосылып жатыр. Өйткені Хвича жақсы стап тұр, оның артында Бастони тұрып қалды. Демарка зонада екі ойыншыға қарсы. Күшті өте әдемі. Иә, Демарка сен ештеңе айта алмайсың мына жерде. Мына Бенджамин Павар, Барелла, Хакан Çalhanoğlu, Ачерби бәрі фокусы тек қана допта, ойыншыларда емес. Бұл жерде енді бұның барлығы бұл эпизод миллисекунд қой. Бұл жерде мына Бастонияға да бас жасамай қалып тұр. Кімге реагировать етемін? Хвича реагировать етемін ба? Енді қасына келіп жатқан, либо Дуэге не істеймін ба, реакция жасайын ба? Мына жерде де Демаркада да сол дилемма, иә? Кім жауам мен? Хакими жауам ба, әлде артындағы Дембелені жауам ба? Әрине, ол оның алдындағы ойыншыға жауап беру керек. Мына жаққа егер доп келіп жатса, Демарка кінәлі болмайды. Бірақ Хакими доп келіп жатса, Демарка кінәлі болу керек. Иә, Демарканы жеріп қойдың деген сияқты. Бірақ дегенмен де бұл жерде керемет Хакими қалай көтіркі әрекет жасайды. Демарка өзінше осы эпизод дұрыстаймын деп Дуэге пас берген кезде Демарка соған қарай ығысады. Қазір соққы жасайды, мен сол соққыны қайтарамын деп. Бірақ енді Дуэні айта көрек, Дуэ да бұл жерде керемет шешім қабылдады. Хакими алдымен ривок жасайды да, сосын артқа қайттан ығысады артқа. Демарканың жүгіргенін көріп, Хакими артқа ығысады, мына жерде Дуэ пас шығарады. Хакими ешқандай кедергісіз. Иә, мына жерде осы атакада жақсы біз сын айта береміз Интерге. Бірақ менің ойымша тек қана комплимент Пари Сен-Жерменге айту керек. Әрине. Луис Энрикеге өткені, білмеймін, мен үй жұмысы 5-ке емес, бір 6-7-ге істелінген сияқты. Содан кейін андай әңгіме шықты ғой, көрдіңіздер ма? Баяғыда енді ақшаны ПСЖ талай салды ғой, мықты Мессиге де салды, Мбаппеге да салды, бірақ Мбаппе мен Месси алып бермеген Элшыны Дуэ мен жаңағы осы команда сапындағы Квара секілді жігіттер алып беріп жатыр дейді да. Енді бұл Луис Энрикенің команданы ойната білуі деп ойлаймын. Өйткені бұл имиджге салынған ақшалар. Сол Месси, Мбаппе, Неймар бәрі біліп тұрған сияқты. Осы үш ойыншыны алсаң, сен ештеңе істей алмайсың. Сенде структура болмайды. Ал осы жерде қазіргі ПСЖ бұл ең біріншіден команда. Ең біріншіден. Командалық ойын бар. Сен басты жұлдыз десең, жақсы финалда Дезири Дуэ. Бірақ жартылай финалда кім? Басқа, Усман Дембеле болып қалады, Хвича Кварацхелия мүмкін. Енді Вильям Пачо бар, осы жылы алынған ойыншы. Айнтрахттан келген, 50 мың алынған защитник, бір керемет, бір дей алмайсың ғой енді. Бастони сияқты мүмкін. Топ емес пе? Бұл жерде енді превьюде айтқанбыз біздер осы финалға Хвичаны алып, енді Хвича енді бас жұлдыздардың бірі ретінде келеді ғой, Европаның басты дриблері ретінде. Енді бірақ оны Луис Энрике оны Наполидағы ойынын өзгертіп, өзінің ойынына адаптация жасап, басқаша қолданып тұрды. Бұл да бір ПСЖ командалық ойынмен ерекшеленеді дегеннің көрсеткіші ғой. Андай сенде яркий дриблер бар, соны мысалға басқа тренерлер қалай жасауы мүмкін, оны алға қарай қойып қояды да. Соған площадь доп жеткізіңдер, ары қарай өзі шешеді деген сияқты. Мысалы, Винисиус Жуниор сияқты, мысалы, доп жеткізіңдер, ары қарай қашып кетеді, я болмаса қорғаушылар шайқап. Ал бұл жерде Луис Энрике қалай істеп тұр? Ода мықты дриблер бар, әлемдегі мүмкін топ 3-ке келетін дриблер шығар мүмкін, Кварацхелия қазіргі таңда. Бірақ соны пайдалана тұра, ол оны төменірек қояды. Өзіне қарай сен ойыншыларды байла, басқа ойыншыларға зонаны босат, көп допты, ойынды көп өзіңе алма, көп дриблинг жасама деген сияқты. Сондай мүмкін не беретін сияқты да, нұсқаулар беретін сияқты. Трансферлер сондай ғой, негізі Пари Сен-Жерменде. Сол туралы да айту керек. Пачо жақсы сол туралы айттық. Хвича Кварацхелия кім тағы? Жоау Невеш. Үшіншісі Бенфикадан. Жап-жас жігіт 21-де ме нешеде өзі? 20-да бұл. 20-да. Сол үшеуі де әрбір позицияда, әрбір қорғаныста, жартылай қорғаныс позицияда және шабуылда қара жұмысты атқара біледі. Сауатты атқарды. Иә. Өтте сауатты. Объемды қандай объемды бере алады? Жоау Невеш туралы енді меніңше любой позицияда шығады. Бұл енді гол. Осы уақытқа дейінгі, бірінші гол, осы уақытқа дейінгі алаңда болған тактикалық хаостың жеңісі. Мен жаңа екі эпизодты көрсеттім, бірінші минут, содан кейін Пачоның допты күтіп алу, осы голға дейінгі.
бұл тек екі эпизодты көрсеткенім ау, оған дейін жалпы ортада Интер тактикалық түрде ортаны жеңіп қалған тағы да эпизодтар болды. Вот соның жемісі бірінші голға алып келді. Бұл тектен тек шыққан гол емес, на ровном месте дейді ғой. Бұл осыған алып келе жатты ПСЖ. Өзінің қозғалыс арқасында, Луис Энрикенің тапсырмаларын орындауының арқасында осы голға алып келді. Қайтадан 17-ші минут. Маяқтан қазір Пари Сен-Жермен қорғаныста ма осы кезде? Иә, қорғаныста. Мына жерде Интер енді контратака шығатын кезі ғой. Интерде 5 ойыншы ортада. Ну, ортада емес, енді шабуылда. Шабуылда жүр ғой. Бірақ ешкім допқа Интер бұл жерде Интер шыға алмай жатыр. Бұл Интердің ендігі орта арқылы шыға алмаған соң, олар әуедегі доппен мына жақтағы ойыншыларды іздеу болды. Яғни допты мына жаққа жеткізу, я болмаса Дюмфрис жеңеді әуедегі допты, я болмаса Тюрам жеңеді деп. Бірақ допта жетпей жатыр. Мына жерде қараңыздар, Пачо қайтадан не істеп жатыр? Ойынды оқиды Пачо, допты алып кетеді. Допты алып кеткеннен кейін, мына жерде екі игрок айттым ғой, страховка дедік қой жаңа. Бұл Энрике артқа қарай ығысып жатыр, Маркиньос артқа қарай ығысып жатыр. Егер доп өтіп кетіп жатса, Пачодан мен страховка жасаймын деп. Және екінші страховка жасап жатқан ойыншы Витинья. Дюмфрис ойыннан тыс қалды, Тюрам ойыннан тыс қалды. Мына жерде бір чалқана гол мына екі ойыншы қалып қойды. Және мына жақта кадрдан тыс кім қалып қойды? Павар қалып қойды. Неге Павардың жақын тұратын жері мына жерде. Тағы да ортада не? Тактикалық хаос. Интерде сол ғой, анау қақпашы мысалға Зоммер. Ближнийдан жақын бұрышқа кетіп бара жатқан доптарды ұстай алмай жатыр. Мысалға Барсаға қалай ойнады? Барсаға қарсы бүкіл жанын тән денсаулығын қалдырып тастады ғой ана қақпаның алдында. Мынандай финалда қателіктер, жаңа сіз өзіңіз айтқандай, Интердің әрбір ойыншысы бір сәтсіз күн болған секілді. 5 жылдан кейін бір кітап шығатын шығар, білмеймін кім жазатын оны. Бірақ Луис Энрикенің өзі шығарсын. жоқ, Интердің ойыншылары. Олар айтатын шығар, осы кезде, осы ойында былай болған. 2 күн бұрын бірде болып қалды ма? 2 күн бұрын бір тойлатқанбыз деп. Біреудің туған күні бар. Иә, бірақ нені тойлайды да? Себеп те жоқ қой. Осы эпизодтан қарымта шабуыл басталады. Мяч Кварацхелияға келеді, Кварацхелия ары қарай допты өрбітеді, шабуылды. Мына жерде де айта алмаймыз ғой, бір күрделі идея болды, пайда болды, анау мынау мына жерде. Болды, Дембеле қаншама уақыт бойы тұрып қалды да, оң жаққа қарап тұр. Болды, дуэға перевод істейді, болды. Мына жерде Руизді атап өту керек. Мына жерде кімді артындағы ойыншының өзіне доп келмейтінін біле тұра, артындағы кімді сезіп тұр ғой дуэні. Және де мына Демарканы енді өзен бірге алып кету керек қой, назардан аударып. Ол не істейді, ортаға қарай қысады, пас келеді, кімге қарай. Демарко үлгерген сияқты болады да жерде. Рикошет. Мен бір қай жерде мен комментарийді көрдім да. Орысша айта берейінші, за каждым успешным мужчиной стоит, типа, қалай, женщина дейді ғой. Вот мына жерде, типа, за каждым голом ПСЖ стоит Фабиан Руиз дейді да. Мына жақта істеп жатқан нәрсені қарашы, расында. Демарканы алып тастады, болды. Жоқ, бұл жігіт енді көзге көріне бермейтін заттар жасайды. Иә. Мына голды сен 3-4 қараған кезде Руиздің движениясына, Руиздің әрекетіне назар аударасың да, бірден көрмейсің да оны. Онда қандай көтіркі әрекет жасап жатыр, не үшін жасап жатыр екен, оның оказывается, міне, оның да әр движениесіне мағына бар екен да, соны көре білу керек. Сол себепті бізге де осы шығарым түсіріп жатыр, Руизге назар аударыңдар, Руиз сияқты жігіттерге назар аударыңдар. Ортада себебі допсыз өте көп жұмыс жасайтын, көтіркі әрекеттер жасайтын ойыншылар маңызды негізінде. Негізі Фабиан Руиз сияқты істей алатын, көре алатын ойыншылар көп па? Көп. Жоқ, дәл осы кезде қосылап, дуэ сияқты басқа ойыншы соға алады ғой. Сака болсын, Ламин Ямаль болсын, Мартинелли болсын жақсы. Жоқ, осы кезде ол жай мына жерде рикошетпен соғып тастайды да, Демарканың аяғына тиіп. Енді қайтадан сәтсіз күн дегенге келеміз ғой. Бұл жерде кім білген екен, Демарканың аяғына тиетін, мысалы, ешкім болжалмайды ғой. Ешкім болжалмайды. Демарко үлгермей қалғанда қалай болатын еді? Зомер қайтаратын бет деген сияқты ойлар көп келеді. Бірақ сәтсіздіктің несі ғой бір? Білмеймін, мен мына матчта ештеңе айта алмаймын. Сәтсіздік деп, былай. Бұл мына жерде. ПСЖ айырып тастады. 5 гол оңай ма? Жоқ, бұл кім Брестке қарсы неше гол соғылды? 6 гол соғылды. 6 гол соғылды. Енді Интерге 5 гол соғып тастады. Финалда білмеймін енді. Бар болған ойынның 20-ші минут осы жерден енді осы жерде ойын бітті деп айтуға болады. Осы жерде бітті. Менде андай, жоғын менде шамалы надежда болды да, үміт болды. Егер де
бірінші тайм соңына дейін Интер бір гол соқса, екінші таймда оралуы мүмкін. Да бәрі солай айтып жүрді ғой. Ой, қас тоқтай тұрыңыз жігіттер. Енді 45 минуттан енді қосылады дейін. Иә, енді қосылады, иә. Енді қосылады деп па. Қайтадан мына жігіт кім? Пачо. Қараңыздар, қасында 4 ойыншы просто. Не істеп жүр мыналар, Попкорнмен футбол қарап жүр қастарында. Айналып жүр. Мына жерде қараңыздар. Барлығы алақайға кетіп қалған. Екінші голдан кейін уже вообще оларда Интердің ойыншыларында паника болған сияқты ғой. Интерде сол 6 ойыншы қорғаныста 4 ойыншы шабуылды. Солай ойнап жүрді. Ортада ешкім жоқ, связкада ешкім жоқ. Мхитарян, мен оны көрген жоқпын осы матчта. Ну, жас мен тек қана бір ойыншыға сын айта алмаймын. Бүкіл Интерді көрген жоқпыз, бірақ олар бөлініп кеткен, бір екі команда. Иә. Ол бөлінген себебі бар, себебі шабуылдаудың реті болмады да. И Интер, мен ойлаймын, жаңағы по инерции дейді ғой, уже алға қарай жүгіріп, хотя бы сол әуедегі доптарға жеңейік, хотя бы солай шабуылдайық деген сияқты болды. Дюмфриске көмектесейік, Дюмфристі шығарайық деген сияқты. Себебі сол Дюмфристің қапталына қарай бәрі ығыса бастады да, Дюмфристі көмектесейік. Арасында ондай шабуылда жүрді енді Дюмфрис арқылы. ПСЖ-ның айбалына жетеді да, ары қарай не істерін білмейді. Не соққы жасарын білмейді, не пас асыратын білмейді. Интер тек қана стандарттан жауап берді ғой, естеріңізде бәрін, иә. 2 угловой болды, екінші угловой қазір бар менде, мен шамалы таң қалдым да. Тюрамды қалай бір өзін қалдырып қойды, ана жерде Кварацхелия деген сияқты. Тюрамның жерде мен ойымша осындай деңгейдегі шабуылшының гол салатын жері. Ол да еш жұмыс сияқты. Екінші таймда ана соққы жасағанда Тюрам ол дәл солай қалып қалды ғой. 43-ші минут тағы да ортадағы текетірес қалай жеңілді деген сияқты тақырыпқа сізге бір графика тағы да ұсынайын. Дәлел дейсіз ғой. Иә, дәлел қараңыздаршы, Интердің күнделікті бір несі. Мына жарта қорғаушының арасындағы арашықтық қараңыздар. Чалханоглу мен Барелла арасында. Мына жерде Фабиан Руиз бір ашылды, берген жоқ оған. Негізі Барелланың былай ойнайтын жері. Сен ортаны жабу керексің, мына тастай бер сен. Бірақ сенің зонаң емес. Ары қарай екінші рет ашылады. Мартинесте қараңыздар, неше вариант бар? 1, 2, 3 вариант бар доп алмастыратын. Қайтадан көрсетеміз. Ары қарай қазір мына жерге Руизге пас береді. Көрсетіп тұрған мына жерде Бастони паника болды да, не істерін білмей. Руизге пас береді, Руиз ары қарай Мендешқа береді. Солай тағы да бір қарымта шабуыл өрбейді. Керемет қарымта шабуыл. Және де кім? Басты рөлдерде Руиз. Керемет. Бір ашылды, берген жоқ мына жерде. Хакими. 2 ашылды, содан кейін барып берді. Бірінші таймда игроктарға сабақта мектептегідей баға қою болса, Руиз 5 қой енді. Бірден. Бірінші таймда сөз жоқ. Ортаны жібермеді, ортаны ұстады. Жалпы ойынына қан жүгіртті ғой, былайша айтқан кезде ПСЖ-ның. Жоқ, бұл жерде енді мен ойлаймын, бірінші тайм қорытындысы бойынша бәріне 5 деп қоюға болады ғой. Руизге мүмкін 5 плюсым деп қоюға болады. 5 плюсым ерекше көзге түскен. Дуэге. Жоқ, енді Дуэнің да еңбегін төмендеткім келмейді, енді гол салды ғой, дегенмен 2 гол. Бірақ мына жігіттердің ортадағы еңбек болмаса, голдар да болмайтын еді, иә. Негізі футбол сол ғой, көре білу, мысалы, әрдайым сіз айтатын бірінші рөлдерде әрдайым гол соғатын жігіттер болады ғой. Бірақ ол жігіттер мысалға қараптан қарап соқпайды ғой голды. Ол эпизодқа біреу әкеліп беру керек саған. Оны кім әкеліп береді? Сенің командаластарың. Ол сәтке сен қалай алып келеді? Соны разбирать ету керек та. Сол себепті айтып тұрмын ғой, мына ойындағы көрінбейтін қаһармандар ғой, Руиз, даже доп алмаса да, просто өзінің қозғалысы арқасында ойынды өрбітеді. Ол өмірде де солай ғой. Бәрі білетін шығар. Енді жұмыста да бар ғой сендерде. Біреу любимчик бар, бәрі біледі, звезда, сондай, бәрі соған қарап, солай айтады, осы жігіт бүкіл жұмысты істейді. Бірақ бір 2-3 пахарь бар. Оған ешкім, оларға тек қана сол мадақтама береді да, болды, премияда ештеңе түспейді. Осы, енді Фабиан Руизға премия точно. Пари Сен-Жермен басқа деңгейде, біздің компанияларымыз сияқты емес. Бұл екінші тайм. Екінші тайм. Бұл жерде мен сіздерге басты назар аударатын жайт, бұл Distance ба? Distance, ладно, ол Distance емес. Бұл жерде прессинг. Опа, маунда.
мына компаниядан бізге алуға бола ма спонсорский реклама үшін? Қазақстанда бар ғой білесіз. Үшеуміз айфонмен отырып. Оппоста iPhone ма? Біз оппо ойнатамыз келесіне деп. Болды. Айтпақшы осы жерде оппо ойнатамыз деп тұрмыз. Біз бағдарламаның ең бір соңына таман сіздер есеп тапсаңыздар сыйлық бар деп едік қой. Сол өткендегі біздің енді көрермендеріміз сұрақты ойнап айттық дейсің ба? Сыйлық жоқ. Мен прикол салдым ғой. Жоқ, сыйлық натуре жоқ, потому что олар таппағанда есеп таппаған, есеп дәл тапқан көрермендер болмапты. Қазір енді бағдарлама соңында уақыт қалып жатса, мен комментарийді оқысам бола ма? Келісесіздер ме? Комментарийді оқимыз. Жарайды, мына жерде мен PSG прессингін көрсетіп кетейін. Барлығы ойластырылған, барлығы да автоматизмі доведен. Мына жерде қараңыздар, бәрі бір-бірімен ойнайды да. Зомерге қысымдылық көрсетеді. Көрген мына Зомер мына жерге далаға береді басты. Мына жерде Дюмфриске беретін жері ғой. Бұл не деген сөз? Бұл жерде Зомерді тығырыққа тіреп тұр ғой, жерде. Болды ғой енді. Прессингімен, иә. Мына жағынан Дембеле Матч бойы Дембеле постоянно шығып тұрды ғой. Әр кезде прессинг жасап, давление жасап. Осы ойыннан кейін енді алтын допты алуға енді 100% демей қояйық. Бірақ енді көп бір қадам жақын. Бір қадам жақындады қазір. Қараңыздар, Кварацхелия Павармен ойнап жатыр. Мына жерде Чалханоглумен бір ойыншы ойнап жатыр. Мына жерде бір ойыншы, мына жерде связка бар. Дюмфрис бір өзі қалып тұр мына жерде. Бірақ сен попробуй доведи до него матчты мындай прессинг жасап жатқан кезде. Зомер кәдімгідей қанша жерден тәжірибелі қақпашы болса да кәдімгідей тығырыққа тіреп тастады ғой прессингпен. Кәдімгідей. Бұндай эпизодтар бірінші таймда өте көп болды. Ортадағы үштік басымдық көрсеткеннің дәлелі екінші тайм. Қараңыздар, тағы да керемет эпизод. Доппен қателеспесем Невиш, иә? Әлде Витиния? Витиния бұл. Витиния доппен, осы екеуін шатастырамын шыны керек. Витиния доппен өзіне қарай бір ойыншыны тартып алады. Руиз мына жаққа бостан ығысып тұрған жоқ. Руиз ортаға тұрса да болады ғой. Бірақ ол неге істеп тұр оны? Ортаға ығысып тұр, себебі өзімен бірге Барелланы алып кету үшін. Барелланы алып кетеді. Дюмфрис полупозицияда қалып қойды. Мына жерде қазір доп кімге PSG ойыншысына келеді, ортаға ығысады. Ары қарай қараңыздар не болатынын. Бұл тағы да жаңағы ойыншылардың үштігінің жаңағы басым болуы IQ арқасында, үй тапсырмасы арқасында. Не, Руиз мына жаққа кетіп қалды, өзімен бір ойыншыны алып кетті. Мына жерде Витинияның пас береді кімге? Дембелеға. Дембеле полупозиция дейді ма? Қалай полупозицияға түсіреді. Мына жерде пяточка бола ма? Иә. Осы кез ғой, міне осы жерде Дембеле. Витиния қосылады. Сүйсіндім кәдімгідей. Ары қарай қараңыздаршы, бір қызықты факт. Дембеленің ортаға ығысуына мен түсінбедім, неге Интердің орталық қорғаушылары реакция бермеді. Дембеле ығысады, олар қорқыты ма, біз ығысқан кезде Дембеле біздің артымызға жүгіреді деп, жүгірмей қаламыз деп. Мына жерде уже кім бесті Павар емес, мына жерде Дармиян шықты. Дармиян ол Кварацхелияны не істеп тұр, тосып тұр, қазір Кварацхелия пас береді деп. Ана жерде Бастони дуэмен ойнап жатыр. Мына жерде Ачерби пяткамен пас берген кезде уже отыгран, Барелла отыгран, Дюмфрис сол ойынның басында біреу артында выключатель сындырып тастаған, сол әлі сөніп тұр. Сол тумблер ма? Иә, біреу сындырып тастаған, сол әлі сөніп тұр. Бұл жерде кәдімгі қайтадан екінші таймның ортасы хаос Интерда. Әлі сол ойынның басындағы хаос әлі тұр солаймен. Бұл не деген сөз? Интер екінші таймда да дайын болмады деген сөз мұндай ойынға. Жылдам, өте жоғары жылдамдықтар, өте керемет шабуыл. Мына жерде енді білесіздер, ары қарай кімге дуэге пас береді, дуэ үшінші гол соғады. Жалпы әріптестер, ары қарай мен уже 4-ші, 5-ші голды көрсетудің қажеті жоқ. Болды енді, ары қарай талқылаудың өзі Интерге ұят енді. 4-ші голды көр. 4 голға дейін талқыладық енді. Ары қарай талқылаудың керегі жоқ, ары қарай уже добивание болды ғой, уже добивание болды. Тіпті ана төрешінің өзі. Ана кім Баркалян соққысы да маған есімде қалады. Ана Ачербиді қалай өтті. Шайқайтын ма, иә. Білмеймін қалай. Негіз гол деп ойладым осы кезде мен. Қалай аталады сондай финт? Финттің атын білмеймін, ана допты айналдырып, иә, түсініп тұр сен айтқаным. Прокат сияқты. Иә. Он аяқпен, ол сол аяққа салып тастады, Ачерби ана жақта жатып. Сосын 5-ші голды соққан Маюлия шыға салды да. Керемет.
жастары ол да жас қой негізі. иә Ол да жас футболшы. 19-да 19 жастағы балалар. мен соншама айғайлап тұрдым сол жерде. Жап-жас 19-да осы жігіт академиядан шыққан. Содан кейін ойлап қалдым да, Дезире Дуэ 3-ші маусымда өткізіп отыр ғой. Ренде 2 маусым өткізді, одан кейін енді ауысты. Пари Сен-Жерменге. И осында да Биыл жастар жылы ғой, жастар көп шығып жатыр негізі. Мен қуантатыны. Қазақстанда да, шетелде де. Қазақстанда айту керек біз жігіттер десең. Шығып жатыр ғой енді, қуанамыз енді шынында да. иә бұйырса осындай финалда бір қазақ ойнасын әйтеуір болашақта. Оған бір себеп Квараның жеткен, Рубинде ойнап, Ресей чемпионатында ойнап жүрген бала. Сол Квара гол соқты ғой. Сол кезде Леонид Слуцкий өзінің Рубиндегі бапкер болды ғой. Аршавин екеуі отырды, Слуцкий айтып, міне менің ойыншым, мен жаттықтырған бұны дейді да. Жігіттер, бұл жерде енді әріптестер, мен тактикалық бір түйіндеп өтейін, иә. Басты сұрақ. Интер неге жеңілді? Біріншіден, ПСЖ-ның прессингіне төтеп бере алмады, дайын болмады, біріншіден. Екіншіден, тактикалық түрде ортаны жеңіліп қалды. Интердің үштігі ПСЖ-ның үштігіне жеңіліп қалды. Үшіншіден, тактикалық түрде Интердің қорғаушылары кейбір сәттерде, әсіресе мына шабуылдаушы ПСЖ-ның ойыншылары ортаға қарай ығысқан кезде не істерін білмей абдырап қалды. Абдырап қалды, яғни дайын болмады. Осы үш фактор сонымен қатар Пачоны қосып өтейікші, Пачоның подборлары, Пачоның жекпе-жектерге жеңуі, Пачоның Тюрамды жеп қоюы, мен үшін осы төрт фактор Интердің жеңілісіне себепкер болды деп ойлаймын. Келісем, толыққан келісем. Қайтадан қайталап өтем. Луис Энрике, Инзаги, шах и мат жойып тастады. Луис Энрике осылайша араға 10 жыл салып, тағы да бір клубтың требл алуына көмекші болды. 2015-те Барсаға, 2025-те мінекей Пари Сен-Жермен клубына. Ердос, сен осыдан бұрынғы Барсаны білесің бе? 15-те болған, 13-те болған. Білем. Соны білмеймін, мен кейбірлер айтады, мен сондай пікір оқыдым да, блогерлер, журналистер тарапынан. Кей кездері осы ойынды қарап отқан кезде Барсаға ұқсап кетеді. Элементтер бар негізі, элементтер бар. Ойыншылардың алмасуы, бір-біріне көмектесуі, қысқа пас ойнауы сияқты сон. Менде де арасында ойлап қоямын, бір басты ерекшелігі тек ана Барсада Месси мен Неймар сияқты болды ғой. Бұл жерде ондай айқын жұлдыздар жоқ та, бірақ дегенмен де сондай ойынға бар болып көрінеді. Және енді осы матч аяқталғаннан кейін енді ПСЖ-ның қуанышы, қаншама жанкүйердің үмітін ақтағаннан кейін реакциясы, жанкүйерлердің. Енді Луис Энрикеге енді рахметін айту керек қой, көбінесе Луис Энрике атқарған еңбек жылдар бойы, мысалға. Сосын Луис Энрике енді өзі осыдан 10 жыл бұрын кішкентай қызы болды ғой. Сонымен Барсаның туын алып келіп, алаңның ортасына қадап чемпион болдық деп, соны тағы да армандаған екен, бірақ енді өзі жеткенімен кішкентай қызы жете алмай қалды. Енді барлық пабликтерде жазды, білесіздер. Десе де сол ең бір керемет сәт болды, футболкасын киіп алып, ауыстырып алып, қанша дегенмен де ол менімен бірге дегендей матчтан кейін де айтып өтті сол жағдайды. Сол сәт негізі көбіне бір ерекше болды, жүрекке тигізеді. Жүрекке тигізді кәдімгідей. Көбісі сол симпатия жасады ғой, сол Пари Сен-Жерменге. Осы тарихқа байланысты. Мен ойымша Симоне Инзаги бір классикалық футболды көрсетті Пари Сен-Жерменге. Былай ойнаймыз, 5 қорғаушы. Күнделікті футбол. Примерно. Былай ұстаймыз дистанцияда, компактно ұстасақ, болды, ештеңе істей алмайды. Ал оларға қарсы жаңа тактикалық не дайындалды. Бір жаңа тактикалық дей алмайды, просто дайындалды. Супер, жақсы дайындалған бар ойыны, соны жақсы көрсетті, болды, басқа ештеңе емес. Пари Сен-Жермен сондай қазіргі таңда бұл Барселона, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль. Білмеймін енді, Интер осы финалда бітіп қалған сияқты. Жоқ, Интерге енді шыны керек, перестройка керек. Жас ойыншылардың бұның алмасу бәрібір керек. Мына ойынмен енді білмеймін. Мына ойынмен де болса да осы маусымда серияда 2-ші орында, Чемпиондар лигасында финалға шықты. Дымсыз қалды ғой бәрібір. Дымсыз дегенде трофейсіз қалды. Бірақ негізі сен айта аласың ба, осы маусым провал, былай деп финалға шығыңдар енді. Баварияға айтайық соны. Байерге айтайық. Арсеналға айтайық. Арсенал 2-ші орында ғой серияда. Арсеналға үйреншікті ғой. Ювентусқа айтайық. Ювентусқа нормально ғой, главное, Лига чемпионов болды уже жеңіс қой. Және енді
бір минутымыз енді сәл қазір біздің көрермендерге айнап кетейік, иә? Жарайды. Комментарий жазған ғой осы матчтың алдында. Енді көбінесе PSG-ның жеңісіне сенген екен. PSG-ға жанкүйерлік етемін деп. PSG топ, PSG чемпион, PSG Интер 1-2, Интер жеңеді депті. Одан кейін PSG алса да, Интер алса да бәрібір екеуіңе де жақтаспаймын дейді. Бұл білмеймін, нейтральный бір көрермен секілді. Содан кейін PSG 1-0 дейді. Негізі көп оқып отырсақ, PSG-ның минималды есеппен жеңісетін күтіп негізі. Минималды есеп тіркеледі. PSG сол 1-0, 2-0 жеңеді деп жазыпты көп жағдайда. Дидар аға красавчик дейді. Үркен краш дейді. Дейді оқып отырсаң да. Ол біздің операторларымыз жазып жатыр. Иә, осылайша енді ешкім таппаған. Енді бұл жерде тағы мына жерде Интер 0-4 дейді. Керісінше керісінше емес пе, PSG 5-0 Нұркен мырза жазып тастады комментарийге. Сезімге берді матчтың алдында. Иә, ендеше міне осындай бізде бүгін енді талқылаулар, осындай Мен көңіл күйде. 5-0-ді сен таба алмайсың ешқашан. Ешкім таба алмады. Мысалы ешкім ойлаған жоқ. Осы екі жігітке 2000-нан жіберейік. Жіберейік. 2000-нан жіберейік. Жоқ, сіз комментарийге жаздыңыз да осы видеоның астына. Болды. Инстаграм ссылкасын. И сол одан кейін дайректке жазыңыз. Болды. Міндетті түрде. Аяқтайық онда. Қалай? Жалпы аяқтаудың алдында бір айтайық. 5-0. 5-0. Жалпы бұндай ойынды ешкім күткен жоқ. Бұл финал қысқаша ұнады ма? Жоқ. Мүлдем. Нәтиже жағынан алатын болсақ, интрига жағынан алатын болсақ, ұнаған жоқ. Тактикалық жағынан ұнады. Бұл қысқадан нұсқа онда ше осы жерде аяқтайық. Биылғы енді чемпиондар лигасы маған жоқ маған. Неге? Мен жеңіліп қалдым. Сен Барселона жоқ ояқта. Мен білесіңдер ғой, мен бәстескен достарым. Барселона жоқ сен ояқта. Мен 20 мыңға адалмын мысалға. Мен Интерге деп айтқам ғой, Интер жеңеді деп мысалға. Маған жоқ маған сол себеп 20 мыңға бәстескен Интер жеңеді деп. Уверен айтқам ғой оның үстіне. Бір ай бұрын бәстескенбіз екенбіз. Интердің ойыншыларына жазып директіне сұрап ал 20 мыңды қайтарып. Дюфриске жақ сен үшін ұтылып қалдым деп. Лаутаро Мартинес қайда болды? Зомер сен жартысын жібер деп. Аудиосообщение жазып. Сондай болды енді шынында да. Бастонияға. Иә, не болса да чемпиондар лигасы осындай жақсы көңіл күйде аяқтап отырмыз. Және енді біз бұнымен тоқталмаймыз, қымбатты достар. Бізде алда жаңа форматтар болады, жаңадан леп болады. Сол себепті біздің арнаға тағы да өтініш тіркеліңіздер, достарыңызға жіберіңіздер және бұл талқылаулар ұнаса, тағы да астыға комментарий жазыңыздар. Дидар Қадыров, Нұркен Мырзағалиев, келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.